Сәлеметсіздер ме? Мен Түркістан облысы Түлкібас ауданы Тұрасқұлов атындағы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Қайранбай Ақжанмын. Сіздерге ұсынатын жобамның тақырыбы күн энергиясымен жүретін автоматты дән себетін робот. Бұл роботымның мақсаты Қазақстандағы энергия тапшылығын азайту және де күн энергиясын тиімді пайдаланып, оны ауыл шаруашылыққа бейімдеу. Қазіргі таңда Қазақстанда жел, су және күн энергиясы бар. Біз оңтүстікте, яғни Түркістан облысында тұрғандықтан, бұл жерде күн температурасы өте жоғары болып келеді. Сондықтан да мен күн энергиясын пайдалануды шештім. Енді сіздерге жобамды, бұл жоба, яғни роботым Arduino'ға негізделіп жасалған. Arduino'ға мен Arduino ID атты приложениемен кодтарды енгізіп жасағанмын. Және де басқару, яғни жүріске жауап беретін драйвер мотор L298D. Ал қашықтықтан басқару үшін мен Bluetooth модуль HC06-ны қолданамын. Және де энергияны әрине күн панелінен аламыз. Ол аккумуляторға барып, роботтың шексіз жүруіне жауап бере алады. Мына жерде вентилятор қолданғанмын, ал оның дәннің ашылып және де себуіне жауап беретін осы жерде сервомотор. Дәндер біркелкі себіледі. Ал тағы да осы жерде 4 моторларды қолданғанмын, 4 дөңгелекті робот. Тағы да айта кетерім, роботтың негізін, яғни осы астын мен компьютердің темірінен кесіп алып қолданғанмын. Енді сіздерге роботты практикада көрсетіп кетсем, бұл роботты мен Remote XI атты приложениеде басқарамын. Робот өте жақсы жүреді, және де осылай дән біркелкі себіле алады. Осы жерде мінекей көріп тұрғандарыңыздай, робот дәнді өте жақсы себе алады, және де вентилятор өзінің мақсатын өте жақсы орындап жатыр. Енді қорытындылай келе, бұл робот өте экожүйелі, яғни біздің табиғатымызға ешқандай зияны жоқ, ешқандай бензин қолданбайды. Осындай табиғи роботты мен ауыл шаруашылыққа бейімдегім келеді, және де ақшалай да тиімді болып келетіні нақты. Бұл роботты мен ауыл шаруашылыққа бейімдеп, адамдардың еңбек қолын да азайтқым келеді.